Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен вареный сгущенка және грек жаңғағы қосылған осындай керемет болып шығатын, өте дәмді болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ұнымызды аламыз, одан кейін мұзды морозилниктен алып шыққан майымызды осылай теркадан сақтап өткізіп шығатын боламыз. Өткізіп болғаннан кейін барлығын жақсылап майымызды ұнымызбен араластыратын боламыз. Міне осылай барлығын араластырып шығатын боламыз. Енді оның үстіне қант ұнтағын қосатын боламыз. Яғни сахарный пудраны осылай жақсылап оны да араластырып жібереміз. Одан кейін үстіне қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне бір жұмыртқамызды саламыз және бір жұмыртқаның сары уызын ғана саламыз. Ақ уызын қазір начинкамызға салып араластыратын боламыз. Міне барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жақсылап жұмсақ қамыр елептін боламыз. Міне біздің қамырымыз өте жұмсақ болып дайын болды. Енді оны начинкамыз дайындағанша тындыруға қойып қоямыз. Начинкамыз міне грек жаңғағы мен блендерден өткізіп алдым, майдалап. Одан кейін жәнегі алып қалған ақ уызымызды саламыз. Менде осындай любавинка варенкасы, ол ағып кетпейді, өте дәмді болып шығады. Осы пирогпен үнемі қолданатын осы сгущенкам менікі. Кез келген булочкаға немесе кез келген печеньеға қолдансаңыздар, өте дәмді болып шығады осымен. Барлық сгущенкамызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымызды осылай 1/3 бөлігін бөліп қоямыз, бетіне әрлеу үшін. Енді қалған бөлігін осылай оқтаудың көмегімен немесе қолмен жайып шықсаңыздар да болады. Менде 24 диаметрлі формаға осылай қамырымды жайғастырып шықтым. Барлық шетін тегістеп, әдемілеп шығамыз. Достар, егер менің каналымның жаңа көрермені болсаңыз, міндетті түрде төмендегі подписаться кнопканы бассаңыз, жандағы қоңыршаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта осындай керемет рецептерді үзбей көріп отыратын боласыз. Және менің каналымда басқа да керемет выпечкалардың, пирогтардың, торттардың түрлерін таба аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп және достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Міне қамырымызды жайғастырып болдық. Енді ортасына начинкамызды салып, біркелкі тегіс болғанша орнастырып жағып шығамыз. Міне начинкамызды жайғастырып болдық. Енді оны шетке қоя тұрамыз да, алып қалған қамырымызды жұқалап жаятын боламыз. Осылайынан жалпағынан жаямыз. Енді оны роликпен немесе пышақпен кесіп алсаңыздар болады. Осындай ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін осылай пирогтардың бетіне әдемілеп әрлеп шығатын боламыз. Немесе басқадай өз фантазияларыңызға байланысты әрлеп шықсаңыздар да болады. Достар, осындай пирогты сіздерде заказға немесе кез келген қонақ күткенде осы пирогты жасасаңыздар болады. Мен осы пирогты үнемі тапсырыстарға қабылдаған кезде жасаймын. Міне қалған қамырларды осылай шеттерін осылай дөңгелектеп қойып шықсаңыздар да болады. Ешқандай қамыр ысырап қалмайды. Және үстіне бір жұмыртқа жағып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз қызарғаны. Міне біздің пирогтарымыз пісіп шықты.
өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Енді әдемілік үшін осылай шеттеріне сахарная пудра сеуіп шығамыз. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмесеңіз тіркеліп, төмендегі поделиться кнопканы бассаңыз, туған туыстарыңызға, достарыңызға жібере аласыздар.